Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Жамбыл. Бүгінгі видеода сіздерге жұмсақ пиццаның қамырын қалай ашытуға болатынын көрсететін боламын. Алдымен, егер де сіздер менің каналыма тіркелмесеңіздер, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеоларды көріп отырыңыздар. Сіздерге пайдалы болады деп сенемін. Пиццамыздың қамыры үшін 170 грамм жылы суымыз керек. Оның үстіне 1 қасық дрожж саламыз, 1 қасық қант салып араластырамыз. Қантымыз бен дрожжымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Және жылы жерге бетін жауып қоя тұрамыз. Біздің апарымыз көбіктеніп көтерілген уақытысында біз нанымызды илейтін боламыз. 350 грамм ұнымыздың үстіне апарамызды құямыз да, осылай қасығымыздың көмегімен араластырамыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Және сол қамырымыздың үстіне 1 қасық май құямыз да, тағы да бір басып аламыз. Ол қамырымыздың бетін салафанмен жабамыз және де орамалмен орап қоямыз да, жылы жерге жарты сағатқа немесе 15 минутқа көтерілгенше қоя тұрамыз. Қамырымыз көтеріледі, оны біз ыдысымыздан түсіріп аламыз және де 2 бөлікке бөлеміз. Осы 2 теңдей бөлікке бөлінген қамырларымызды тағы да бір илеп аламыз. Барынша ауасын шығарып, жұмсақ етіп илеп аламыз да, оны қайтадан ыдысымызға сала тұрамыз. Екеуісінің ортасы жабысып қалмас үшін ортасына салафан қыстырамыз. Тағы да бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Біздің қамырларымыз көтеріледі, жұмсақ қамыр, ешқандай оқтаудың көмегінсіз ақ қолымызбен осылай жаю арқылы оны созып шығуға болады. Оқтаусыз жасалатын пиццаның қамыры өте жұмсақ, ешқандай да қиындық туғызбайды, баршаңыздың қолыңыздан келеді. Оқтаусыз ақ осылай қолмен жаюларыңызға болады. Қамырларымызды дөңгелек етіп жұқалап жайып шықтық. Біздің жұқалығымыз шамамен 2-3 мм болады. Жұқалап жайылған қамырларымызды осылай формамызға саламыз. Формамыздың астына пергамент салуды ұмытпаймыз. Тегістеп, дөңгелектеп орналастырып алғаннан кейін, осы қамырымыздың үстіне біз соусымызды саламыз. Біздің соусымыз әрине ол кетчуп пен майонез. Оларды араластырып аламыз да, осылай 1-1,5 қасықтан қамырымыздың үстіне саламыз да, барлық жағына жетерліктей етіп жағып шығамыз. Егер соустарын жетпей жатса, тағы да үстіне қосып жіберулеріңізге болады. Барлық соустарымызды жағып болғаннан кейін, біз дөңгеленіп, жұқаланып туралған шұжығымызды қамырымыздың үстіне тізіп шығамыз. Өзіміздің қалауымыз бойынша қызанақ салуға болады. Бос орынның барын осылай қызанақпен толтырып шығамыз. Және де дайын болған пиццамыздың үстіне үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Менде пиццаға арналған сыр, оны үккіштен өткізіп аламын да, осылай бірден духовкаға пиццамен бірге сала беремін. Духовкамызды 220 градуста алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде шамамен 5 немесе 7 минутта пісіп шығады. Біздің пиццамыз пісіп шықты, өте жұмсақ. Осылай пышағымыздың көмегімен кесіп аламыз. Өте үлбіреп тұрған сондай жұмсақ пиццаның қамыры. Баршаңыз жасап көріңіздер, барлықтарыңыздан қолдарыңыздан шығады. Өте дәмді. Баршаңызға ас болсын, сіздермен Ақнұр Жамбыл.